12 миллион тоннаға дейін салық төлеген жоқ. Теңгесі шымырайыл. Яғни сіз үшін Сенат қажет емес. Қажеттік жоқ. Назарбаев отыр. Қалған депутат бәрі таң қалды. Қайда? Ондай да мезгілдер болды. Себебі бюджетте ондай ақша жоқ. Бұл өте үлкен айыптау. Премьер-министрден бастап, министрдің бәрі дейін түрмеде отыр. Бірақ байтақты биліктің жобасы дегенде пікір бар. Бүгін жобасын шығарым. Ертең менде өсемі ғой. Назарбаевта 7-8 миллиард деп официантты ұрланған. Салсымында. Торғай өңірі бүгінгі бір депутат жоқ. Қайырлы күн, біздің бүгінгі қонағымыз Ерік Қасымұлы. Ерік Қасымұлын қазір кім деп таныстыруды өзім де біле алмай отыр, мүмкін өзіңіз айтарсыз. Қоғам қайраткері десеңіздер де болады, әр жерде әр түрлі. Зейнеткер деп сұрауға да болады. Заңгер деп айтуға да болады, журналист деп те айтуға болады. Зейнеткер ретінде ақша алып жүрмін, шын айтайын. Бірақ енді жұмыстар жасап жүрмін. Соның ішінде қоғамдық жұмыста бар, осы қалалық қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде айтуға. Осы келіп отырып, сол жаңа отырыстан келіп отырып, біраз айқай-шу болды. Қоғамдық кеңесте бүгінгі де. Қоғамдық кеңесте біздің ерекшелігін айтайын ба? Ол жерде бүгінгі екі кандидат президент болған азаматшылар бар. Үшіншісі ол өте алмай қалды, әртүрлі себептен. Сонда бір кішкентай ғана қоғамдық кеңестен 3 кандидат шықты президенттікке. Астана қаласына бойынша. Астана қаласы бойынша. Сондықтан бұл қоғамдық кеңестің бір ерекше бір таңдауы бар сияқты деп ойлаймын. Кімдерді бұлар сайлады, мәслихаттың жанында сайлау өтті ғой. Әдейі кімдер сайлады, кімдер белсенді бүгінгі қоғамда Астана қаласында. Соның біреуі мен таңдаған екенмін. Ерік Қасымұлы, президентке кандидаттар деп қалдыңыз ғой, күні кеше ғана Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы өтті. Халық таңдауымен деп айтты, ол таңдау тырнақшаның ішінде ме, жоқ әлде шынымен таңдады ма, уақыт көрсетер жатыр. Біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы қайта президент болып сайланды, инаугурациясы да өтті. Инаугурация өткеннен кейін енді бізде белгілі болып отыр. Алда қаңтарда Сенат сайлауы өтейін деп жатыр. Сенат сайлауы туралы айтайықшы. Бізде кейбір сарапшылардың тарапынан Қазақстанға қос палаталы парламент керек пе деген сұрақ туындап жатады. Сіздің ойыңызша, бізге Сенат керек па? Мен бұрында да бір рет айттым осы мәселеге байланысты. Не себептен кезінде осы Сенат пайда болды? Мәжілісте, ол кездерде, сіз білесіз, халық өз сайлайтын депутаттарды. Біз 67 депутат болдық бірінші сайлауда. Мен өте мақтаныш ретінде айтамын, мына 12-13 шақырымның депутаттарын. Себебі ол кезде үлкен белсенді азаматтар болды. Қазақстанға белгілі өте қоғам қайраткерлері болды. Ал енді одан кейін бірінші шақырым профессионалдық парламентте де ғой. Бұған 67 депутат бүкіл Қазақстан келіп сайланды. Халық өзі сайланды. Бірең сараң болған шығар тәртіпсіздік, бірақ халық ішінде ондай тәртіпсіздікке барған жоқ ешкім. Себебі 12-13 шақырымның ықпалы әріде болса да қатынасы болды осыған байланысты. Енді Атырау облысындағы таңдау ерекше болды деп ойлаймын. Себебі ең танымалы сол кездегі Атырау азаматшысы сол Фариза Оңғарсынова. Одан кейін мұнайлы өлке болғаннан кейін мұнайшы болу керек. Ол Ермекқали Биғалиев, ғалым ретінде Серік Төлеуішев деген, заңгер ретінде мен сол кезде әділет басқармасының бастығы болдым. Оның алдында да мен түскенмін. 13 шақырымға мен түскенмін. Сол сеттен шығармын, маған таңдауы осылай болды. Екеуі Сенатқа, екеуіміз мәжіліске. Фариза апаймен біз екеуіміз мәжілісте депутат болдық. Біз сөйтіп келгенбіз парламентке. Біз сол кезде менің ойымда одан үлкен абырой қандай депутат халық сенің қазақта айтты, халықтың қалаулысы бол деп. Сондай ықпалмен біз келдік, шын айтайын, жасырмай. Яғни сіз айтқыңыз келіп отыр, ол кезде Сенатқа сайланатын, жаңағы Сенатқа үміткер болып тіркелетін үміткерлерді депутаттыққа халық таңдайтын еді деп отырсыз. Қазір мысалы бізде мәслихат, облыстық мәслихат. Халық таңдап, содан кейін жаңа неге салады? Мәслихатқа салады. Мәслихатта жаңа өздері сайлайтын. Бірақ бәрібір мәслихат депутаттары дауыс береді. Мен біраз айтқанмын, сол кездерде айтқанмын. Біз федеративтік мемлекет емеспіз. Сол себептен оның керегі жоқ. Бүгінгі кезде мен сол пікірдемін.
Яғни сіз үшін сенат қажет емес. Қажеттік жоқ. Мына қазірдің өзінде, мына қазір Тоқаев өзі сол сенаттың төрағасы болды кезінде. Қазірдің өзінде конституция арқылы, референдум арқылы өзгеріс енгізді. Енді болашақта бұлар заңды талқылайды, бірақ шешім шығарады. Бірақ шешім. Өздері ұсыныс бере алмайды. Қабылдаймыз, қабылдамаймыз. Болды. Талқыланады, депутат, парламент, мәжілісте талқыланады заңның барлығы. Міне осының өзі бұрынғы сенат төрағасы бүгінгі күндегі президент соған өзі келіп отыр. Болашақта мен ойлаймын, болашақта тағы да шешім болуы мүмкін. Қандай қажеттілігі бар сенаттың? Яғни қазір сенаттың құзыреті шектеліп жатыр деп айтқыңыз келіп отыр ғой. Мен өзім деп ойлаймын. Келесі жол жаңағы болмауы мүмкін. Бұл жердегі үлкен мәселе, неге қойып отырғанын мен айтайын. Бұл өңірде болып жатқан өзгерістерді сенаттың депутаттары біледі деген. Оны мәжілісте депутаттар біледі. Бірақ әңгіме неде? Міне, мен жаңа айтып қалдым ғой бір сөзімде, соны әрі қарай жалғастырайын. Торғай өңірі бүгінгі бір депутат жоқ. Ал бірақ сенатта да жоқ. Мәжілісте де сенатта да Торғай өкілінен бір депутат жоқ деп айтып отырсыз ба? Партиялық тізіммен де өткізбеген бе? Өткізбеген, соны неге ситоға салмаған ғой. Кім бар осы? Қостанай облысының есебінен кеткен шығар. Қостанай облысының есебінен кетті, жасырмын. Торғай облысының азаматтары маған қайта телефон салып жүр. Неге осы мәселе қаралмайды? Бұл мәселені мен айтайын, тағы да бір ұсыныс ретінде айтайын, Қалима. Бұл мәселені мен неден көтердім? Міне, президент енді халық сайлады. Қай өңірден болмасын маған бәрібір. Халық сайлады, сондықтан мен екі қолымды көтердім. Ал үкіметтің басшысы оңтүстіктің азаматы, сенаттың төрағасы оңтүстіктің азаматы, мәжілістің төрағасы орталық Қазақстан азаматы, батыс өңірінен бір адам жоқ. Бұны неге айтып отыр мен? Айтайын деп сізге. Міне қазір конституциялық сотқа кім ұсынылады? Ұсынылатын ең бірінші президент 4 адамды ұсынады. Одан кейін 3 адамды сенат ұсынады. Одан кейін 3 адамды мәжіліс ұсынады төрағасы. Бұлар батыс өлкенің азаматтары емес. Екінші тағы да дәлел ретінде айтайын, осыған байланысты дәлел ретінде дейін. Мына аудиторлық палатаға кім ұсынады? Президент ұсынады. Одан кейін барып үкімет ұсынады. Одан кейін мәжіліс ұсынады. Одан кейін сенат ұсынады. Қайда? Батыс өңірінен бір адам жоқ бүгінгі. Сонда сіз президент те, сенат төрағасы да, мәжіліс те барлығы өзінің жерлестерін ұсынады, батыс ескерусіз қалады деп айтып отырсыз ба? Сонда сіз біздің жоғары эшелонды жетістікке жол береді деп санайсыз ба? Президентке тиіспей-ақ қойшы. Үкімет басшысы, сенат басшысы, мәжіліс басшысы кімді ұсынайды? Танитын адам ұсынайды. Кетсіз соған мені. Онда неге сіз сенатқа ұмтылмайсыз? Қаңтарда, жақында тіркелу кеше ғана басталып кетті. 29 қарашадан бастап үміткерлер ұсыныла бастады. Сенатқа өзіңізді ұсынғыңыз келмей ме? Сенатқа оны жолын білесіз қалай ұсыныладың. Анау адам ол жерге өзінің, ол үшін мен өлкеге баруым керек. Содан кейін бір депутаттардың алдынан өтуім керек. Кім мені қолдап жатыр? Кім мені ұсынып жатыр? Неге батыс қолдамайды сізді? Мен білмеймін ол жағын, мен ол жағын білмеймін ол жағын. Менің білетінім мажоритарлық система. Мен осыған өзімше үміттеліп жүрген азаматтың біреуін жатырмай айтайын өзіңе. Енді біреулер айтуы мүмкін. Ирактың да жасы келіп қалды ғой деп айтып қалуы мүмкін. Сол себепте мен әлі талқылауда кім не айтады екен деген ойым бар менің. Ұсынам екен біреулер. Мені бір-екі рет Атырау облысына шақырды. Соның ішінде мына Жылой ауданына мені шақырды. Жылой ауданына мен еш уақытта сайлаған жоқпын. Мен білмейтін едім. Соңғы рет барғанымда олар мені сондай ұсыныс берді. Сіз түсіңіз аға, біз сізді қолдаймыз деді. Мәжіліске? Мәжіліске. Сонда сіз қайда мәжіліске болашаққа түсу ойыңызда бар ма? Сондай ой бар менде. Оның үстіне менің әкем сол жақта мектеп директор, оны мен де білмеймін шын айтсам. Ол 30 жылдары болған уақиға. Әкем сол жақта мектептің директор болған. Олар мені көрсетті маған. Мен саған өтіп қалдым шын айтайын. Сен өзі әкеңді ұмытып жүрсің ғой деген бір ұсыныстар берді маған. Енді мен жасыратын ештемесі жоқ. Мен соңында жақындарда іздеп тауып алдым. Ленин ордені бар екен. Әкемізде. Әкем қайда қашан қайтыс болды? 53 жыл қайтыс болды. Мен ол кезде кішкентай балам ол кезде мен. Сол себептен көп нәрселер қалған, ешқандай елеусіз қалған. Бірақ мен сіздің осы сұхбатқа дайындық барысында бұған дейін берілген сұхбаттарыңызды тыңдап көрдім. Сол кезде сіз айтасыз, 2 жыл бұрын айтасыз, мәжіліске қайта түсесіз бе десе, жоқ, жолды жастарға беру керек дейсіз. Енді неге ойыңыз өзгеріп жатыр? Атырау облысына арнайы шақырды азаматтар. Мен білгенде жоқпын, мен түсем деген ойымда жоқ онда. Сол кезде неге түспейсіз деген ұсыныс берді маған.
Соған байланысты мен әлі де қазір май айына деп отырмыз ғой. Май айында деп отыр, себебі мына Конституция жазылған президент сайлауынан кейін 6 ай мерзімден кейін ғана өткізіледі сайлау деген бар. Соған байланысты мен айтып отырмын, көп болса бір майдан ертерек болмайтын шығар деп. Оған да денсаулығым қалай? Егер бәрі жақсы болып жатса, одан кейін мен дайындалуым керек. Жастар, шында да жастар бар, жасырмай айтайын. Бірақ бір нәрсе мен осы азаматтарға мен айтқым келеді. Бізде бүгінгі мына осы қазіргі заманда таза жүру әр адамның қолынан келмейді. Ол бір. Екіншіден, батыл болу әр адамның қолынан келмейді. Үшіншіден, мына өзінің ойын айту әр адамның қолынан келмейді. Мен соған байланысты айтайын, жастар бар. Бірақ мына парламентке келгеннен кейін мен айтпай-ақ қойдым, мына экранға келер алдында біреу сөзінен ұмытып қалады, не айтатын, басқасын айтпай-ақ қойдым. Ал парламентте сөйлеу, пікір айту, ол біріншіден тәжірибе болу керек. Менде тәжірибе бар сияқты деп ойлаймын. Енді сіз неге жастарды тәрбиелемейсіз мәжіліске солай? Оны барғаннан кейін тәжірибеге тұрысуға болады, жасырмай айтайын. Яғни сіз мәжіліске қайтадан бару ойыңызда бар болса, 2 жыл бұрынғы пікіріңізден айнып жатсаңыз, яғни басында жастарға жол беру керек дедіңіз, енді өзіңіз қайтадан жыл ойдағы жерлестеріңіз ұсыныс айтқаннан кейін мәжіліске мажоритарлы тәсілмен өтуді қалап отырсыз. Демек, сіз қазіргі мәжілістің құрамына, олардың жұмысына көңіліңіз толмайды деген сөз ғой? Толмайды. Оны шын айтайын, оған әртүрлі себептер бар. Кеше ғана Еділ деген Жаңбыршин Маңғыстау облысынан Фейсбукта кеше ғана сөйлеген сөзі, бүгін ғана сөйлеген сөзін бәрін салыстырып жатыр. Неге олай? Неге өзгертеді өзінің несін? Себебін айтайын. Кеше осы отырып бәріміз Назарбаевты жамандадық. Мен бірақ оның ішіне кірген жоқпын. Мен жамандай деп жүрген. Мен айтқам осыған баға сұрақ қойған. Әуел тексеру керек. Тергесін, тексерсін, содан кейін барып айтуға болады. Оған дейін айту өте қиын. Өзінің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің бір айтқан сөзі бар еді баяғыда. Мен соның есімде. Мына Теңге Шыбырыл біздің Атырау облысына келіп жатты ғой. Сол кезде біз өте Қазақстанға қолайлы емес қаулы қол қойдық. Мысалы, нақты. Себебі ол кезде 12 миллион тоннаға дейін салық төлеген жоқ. Теңге Шыбырыл. Біраз уақыт салықтан босатылды. Біраз уақыт, мінеке. Соглашение о разделе продукции дейді ғой. Оны айтсам, былай айтсам, кабальный. Бірақ та президент айтқаны, бізге олар шақырту керек болды. Қазақстанға. Көзбен қарасаң, бүгін күнмен қарасаң, ол қылмыс. Неге олай? Сол себептен біз айтуымыз керек. Айтатын жерде бұрынғы болған уақиғаны қалай болғанын айтуымыз керек, қазіргі болған уақиғаны соған байланысты айтуымыз керек. Сол себептен оны тексеру керек. Бар ма қылмыс, жоқ па? Оған дейін мен қазір айта алмаймын. Ал енді келіп алып кеше ертең президент инаугурациясында Назарбаев отыр. Қалған депутат бәрі таң қалды. Қайда? Қазір уже жүгіре бастады қалғандары. Сол себептен айтылған мәселе деп мен ойлаймын. Осының барлығы. Олай болмау керек. Мүмкін бұл сіздің заңгер болғандыңыздан шығар. Мүмкін кінәсіздік презумпциясы деген тұстанатын шығарсыз. О да бар шығар. Бір тергеу, тексеру, сот өтсін, содан кейін соттың шешімін күтейік деген позициядан шығар. Мүмкін бұл сіздің кезінде сотта істегеніңізбен де байланысты шығар. Ал енді мәжіліске қайта оралайық. Кезінде сіз осы мәжілісте 2 рет депутат болдыңыз, 2 шақырылымда, біріншісінде өзіңіз сайланып өттіңіз, екіншісінде босаған орынға келдіңіз 2009 жылы. Қателеспесем, бірақ сіз 1,5 жылдан кейін мәжілісті тарату туралы ой айта бастадыңыз. Яғни бір партиялық жүйедегі мәжіліс ешқандай нәтижелі жұмыс істей алмайды дедіңіз. Содан кейін ең болмағанда қос партиялы мәжіліс болса деген ойыңыз барын айттыңыз. Сонымен мәжіліс тарады.
Одан кейін Нұр Отанмен бірге ол жаққа Ақ жол кірді. Кейін бертін келе жаңағы Халық партиясынан да өтіп жатыр ғой. Жалпы сіздің сол кездегі арман мақсатыңыз қаншалықты орындалды? Жоқ, орындалды деп айта алмаймын. Себебі бұл жерде есіңізде болса, Қалима, осыдан бір 2 жыл бұрын бекен арнайы мәжілістің қаулысы қабылданды. Мына Ақ жол партиясы оппозициялық партия деп арнайы қабылданды. Сондықтан мен ойлап едім ғой, болашақ мына Ақ жол партиясы оппозиция болады деп. Кешегі олардың Халық партиясы, Ақ жол партиясы, Аманат партиясы бірігіп, бұл қандай онда, бұл жерде ешқандай оппозиция жоқ деген сөз. Жаңа кеше мен кімді тыңдадым, Ертісбайды тыңдадым. Оны айту орынша біз енді стратегия жөнінде көзқарасымыз бір, бірақ әртүрлі жолмен жүруіміз мүмкін деген сөз болады. Бұл оппозицияда ондай сөз болмауы керек. Оппозиция ол өзінің тікелей билікке қарсы партия болу керек. Бүгін күндегі билікте кім отыр? Аманат партиясының өкілдері отыр ма? Әлде басқа бір өкілдеріміз? Соған байланысты өзінің ерекше бір көзқарасы болу керек. Ал менің кеткен себебімді айтайын. Мен кеткен себебім, мен 1,5 жылдай осы соның ішіндегі ең үлкен қойып отқан мәселе, әрбір мәжілістің отырысында мына сыбайлас жемқорлыққа байланысты айтқан себебім бар. Мынау түрмедегі отырған мемлекеттің мүшелерін тағайындауға болады. Премьер-министрден бастап, министрдің бәрі дейін түрмеде отыр. Естіңізде бар шығарды. Мен соған байланысты мен айтылған сөзім. Егер де біз не қылып отырмыз осы жерде? Маған бір кездер даже былай деп айтқан. Марқұм Орал Байғонысұлы Мұхамеджан. Ирақ Қасымұлы, біздің талқыланатын мәселе жалғыз заң. Заңнан басқа ештеме біз талқылауға біздің құқымыз жоқ. Мәжіліс ол үшін емес қой. Мәжіліс қоғамда болып жатқан мәселелерді көтеру. Егер де ана министр қылмыс тапса, мына министр қылмыс тапса, мына министр қылмыс тапса, неге біз осы мәселені қозғамаймыз? Оған себеп бар айтатын. Себебі бірінші шақырымда, Қалима есінде болса, біз министрдің есебін тыңдадық. Ол сол кезде қаржы министрі Сауат Мыңбаев еді. Міне енді аман жүрсін, сол бүгінгі дейін билікте отыруының себебі соның арқасында. Біздің есебін тыңдауымыздың арқасында. Себебі үлкен жауапкершілікті сезді ол. Қазір мына депутаттар, енді мен де сен сияқты журналист болдым ғой. Депутаттан сұраймын ғой, сіздер осы министр есебін тыңдайсыздар ма? Әрбір дүйсенбі күні біз тыңдаймыз ғой дейді. Ол есеп емес қой. Ол деген сіздерге келіп өзінің істеп жатқан жұмысын информация ретінде береді. Болды. Есеп деген сөз бүкіл істеп жатқан жұмысын мәжілістің отырысында. Егер де сіздер оған жұмысына сенімсіздік білдірсеңіз, сіз 6 ай мерзім бересіз. Содан кейін сенімсіздік берсеңіз, президент алдында қоясыз. Бұл өзінің жұмысына атқара алмайды деп. Содан кейін президент қабылдай ма, қабылдамай ма, оны президент шешеді. Біз сөйтіп, кімді сөйтіп қылқағамыз? Сауат Мыңбаевты. Мына соның арқасында Сауат Мыңбаев біраз жерлерде жұмыс жасады. Одан кейін ауыл шаруашылығын басқарды, әртүрлі салаларды президент көмекшісі болды. Міне осындай жауапкершілік ешбір министр сезбейді. Мәжілістен ешкім қорқып отырған біреу жоқ. Себебі бізде осы системаны өзгерту керек. Оны ұсынатын кім? Президент ұсынады. Даже премьер-министр ұсына алмайды. Міне осыны өзгертуіміз керек. Осыған байланысты. Енді қазір қарап отырмын, өзгеріс енгізді ғой, конституцияға байланысты өзгерді. Мен ойлап едім, қазір президент бір сөзінде айтып қалды, точный өзгеріс енгіземіз деп айтып қалды. Бірақ ода дұрыс болмайды. Себебі үкімет есеп беру керек мәжілістің алдында. Үкімет әрбір адам талқылау керек министрді, болашақ министрді. Бізде ондай жоқ қой. Кімді ұсынды президент? Онда атқарушы орган бізде жалғыз үкімет емес, онда президент атқарушы орган уәкіл болып саналады. Сол себептен осыған байланысты кішкене бір өзгерістер енгізу деген менің ойым. Осыған байланысты. Болашақта осы мәселе үлкен көңіл бөлсе екен деймін. Енді ол ойды айта алмай отырса, онда мәжілістегі депутаттардың біліктілігі жетпей жатыр деп ойламайсыз ба? Жетпейді. Мен
біраз депутаттарға айтқан кезінде, оны білет өзі, қайтып айтқаны, мына келгеннен кейін, мына бізде бірінші шақырымда, мен айтайын, бізде арнайы оқты 2 айдай. Мына соның ішіндегі ең үлкен заң бізге байланысты, парламент және депутаттың статусы туралы. Қандай құқықтарыңыз бар, не істеу керек, не? Қазір меніңше бұлардың біреуін де оқытпайды. Сіз білесіз, біздің бюджеттің 4 доноры бар, иә? Атырау, Маңғыстау, Алматы, Астана. Соңғы кезде Астана қосылды. Астана қосылды, енді құжат жүзінде қосылды, донор деп көрсетіледі, сосын жаңағы дотация алатын өңірлер де бар. Әсіресе мынау батыста, әсіресе Маңғыстау мен Атырау жақтағы сол жақтың халқы біз Қазақстанда асырап отырмыз деген психология бар, олар сөйтіп айтып жатады да, мысалға. Ал менің білуімше, сіз кезінде осы мәжіліс депутаты болып жүрген кезде, бірінші шақырылым кезінде сіздер бюджетке бір өзгеріс енгіздіңіздер, яғни бюджетке донор өңірлер сол өңірдің таза табысын өзіне қалдыру арқылы өзінің әлеуметтік мәселесін, белгілі бір бөлігін, әлеуметтік мәселесін шешуге. Бірақ ол заң ұзаққа барған жоқ, 2 жыл ма, 1,5 жыл ма жұмыс істеді да, ол заң күшін жойды. Осы туралы біздің көрермендерімізге бір ашып айтып бере аласыз ба? Ол заң неге тоқтап қалды? Ол кезде ол заң аталды, орысша аталды, бюджеттің разделизмі деп аталды. 3 жылға. 98, 99, 2000 жылға. Ол кезде үкімет жетекшісі кім еді? Жалпы сіздердің бұл ұсыныстарыңызды қабылдау үшінде... Ол кезде Балғынбаев болды. Менің бағыма айтайын, сол болды. Мен көтерген кезде, ол кезде үкіметтің басшысы Әкежан Қажыгелдин болған. Мен көтерген кезде. Сол кезде мен сөйлеген кезде, мені қолдаған жоқ көбісі. Ой, 100 жыл мұнай берген өлке ғой, ондай мүмкін емес деп. Сосын бір күні мен ол кезде Рабил Чардабаев ағамыз, облыстың әкімі, ұсыныс бердім. Осындай бір депутаттарды шақырсақ, қалай қарайсыз деп. Жоқ, қолдады, ешқандай сөз жоқ. Сол енді мәжіліс төрағасына бармайын ба? Мәжіліс төрағасына бардым. Ол кісі қолдады. Сосын ол кезде мұнай саласының министрі Балғынбаев болды. Соның самолетін алып, ұшып бардық. Атырауға, 30 шақтадан Атырауға алып бардық. Соны енді Атырауда болып жүрген шығарсың. Ана акиматтың алдында, қазір ол жерде Шұбырын деген мекеме тұр. Бірақ қақ ортасы ғой, акиматтың алдында 1 этажды төбесі жоқ үйлерде төбесінде шөп өсіп тұрған кезде ананы көріп, депутаттар бәрі таң қалды. Бірақ біз ойлаған жоқпыз, мұнайды өлке осылай. Басшық осылай, дізеден жоғары. Барлығы етікпен жүреді. Соны бәрі таң қалды. Сосын келгеннен кейін қолдауды көрсетеді, бірақ оның жолын білмейміз ғой. Сол менің бағыма сол кезде Балғынбаев пен Ораз Жантосов, бірінші орынбасары, осы талабды мен қойдым. Неше түрлі модель бар, жоба бар, бюджетті қалай санау керек. Өмірбек Арслан Жолдасбектің ол математик оқысы, ол кісінің бөлетін мәселесі неде, айтайын сізге, ең үлкен мәселе. Мына біз шешіп алуымыз керек. Республика көлемінде шешетін мәселе немене? Ол Қорғанстан, тағы да осыған байланыстырылатын болсын. Тікелей республика беретін нәрсені берейік. Ал енді облыстарға беретін нәрсені немен шұғылданады облыс? Соған байланысты мына салықтың қандай түрдерін енгізу керек? Одан қандай пайда табады? Соған әкімдер, облыстың әкімдері, аудан, қала әкімдер соны ынталандыру керек. Сонда ғана оған жұмыстың көзін көрсетіледі ол. Міне сөйтіп бізде бюджетте бөліп туралы Өмірбек Арслан үшін қарсы болса да, мен сонда айтқанмын, әрбір адам баласына бөліп беретін болса, онда оңтүстікте жағдай жылы. Ол жақта әлгі киім аяқ қойсын деп болады. Қалың киім. Алдында солтүстікте ол жақта қалың киім керек. 7-8 ай ағаш жағын керек. Бұның бәрі қаражат. Үйтіп білсе, одан не болады дедім айттым. Онда жаңағыдай бюджетті қандай салықтың қандай түрлерін пайдалану керек, осындай ынталандыру әкімдерді деп мен сөйтіп ұсыныс беріп, кімді сол кездегі үкіметтің бірінші орынбасары Ораз Жандосовпен отырып осыны қарадық. Сөйтіп біз 3 жылға бюджетті бөлу туралы, соның ішінде мұнайлы өлке, Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, солардың бюджеті сенесің бе, сенбейсің бе, келесі жылы өсті 4 миллиардтан
28 миллиард. Ақтөбе бар ма еді ол кезде? Ақтөбеде бар. Одан кейін барып келесі жыл Атырау облысында жағы 28-ден 45 миллиардқа өсті бюджет. Ол үлкен ақша ол кезде үлкен ақша. Содан кейін барып жағы президент түсінді, мұнайдан түсіп жатқан ақша басқа жаққа кетіп жатыр. Сол себептен мұнай қорын ашайық деп. 3 жылға ана заңды бұзды. Президент өзі отменил. Бірақ кейін ұлттық қор құрылды. Кейін ұлттық қор, әуелі мұнай қоры құрылды, одан кейін біраздан кейін бар ұлттық қор құрылды. Ал сол ұлттық қорда ақша қайда кетіп жатыр? Әңгіме сода. Міне бүгінгі күнде ұлттық қор туралы заң да жоқ. Бюджет кодексінің бір тармағы ретінде, тарау ретінде бар. Заң болу керек ол жерде. Не себептен бізде қаржы министрі, экономик министрі жап-жас жігіттер отырады осында? Неге? Сіз президент орында дейді бітті. Заң жоқ. Бірдеме айтайын десе. Бұлар басты жігіттер, бірақ заң жоқ. Сол сөйтіп орындайды. Ұлттық қор туралы заң қабылдайтын болса, онда ұлттық қорды ұлттық банк емес, басқа бір мекеме жұмысын реттеу керек болады ғой. Осы көп нәрселерді біз мен қайтты айтып жүрмін. Кезінде біз миллиард емес, триллиондаған ақша бердік. ФИР деген бағдарламаны білесіз ғой? ФИР деген. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы. Мен ана бір неде айттым, сол кезде Әсет Исекешев басқарды осы. Жауапкершілік тыңдау керек. Мен айттым осыны. Қазір де айтамын, сенің өзің бағдарламада айтып, жауапкершілік тыңдау керек. Президенттің көмекшісі болып отыр. Тағайындама білмеймін қазір. Бүгінде көмекші ғой. Бірақ осы азамат жауапкершілік тыңдау керек. Міндетті түрде. Неге олай болды? Bir завод істемейді дейді ал. Мен айтайын, басқасы айтпай қана. Ана солнечный батарея дейді ғой, завод салды. Оның әртүрлі нелері, материалдары ма, қосымша материалдары. Екінші қымбат екен. Сол земте ол завод қалды мінеке. Осы мәселе жақындарында бұрынғы премьер-министр Ахметбек көтерді осы мәселені. Неге істемейді олар? Сол себептен үлкен жауапкершілік бұл жерлерде болу керек. Онсыз, егер жауапкершілік болмаса, біздің мына жаңа Қазақстан деп айтып отырған сөзіміз далда қалды. Қазір аманаттың мүшесісіз бе? Жоқ, мен... Қашан шығып кеттіңіз партияда? Мен шыққан жоқпын, шын айтайын. Мен шыққан жоқпын. Шығар жіберді ме? Бұл жерде былай болды. Мен әлгі зейнеткерге келгеннен кейін маған зейнеткерлік немді куәлігімді берді ғой. Соған байланысты шығар. Сосын мен жақында осы партияға, Байтақ партиясына мүше болайын деп мен өзім ойландым ғой. Содан кейін қойшы мен барып Нұр Отаннан білейін, мен әлі Нұр Отан мүшесі шығарым десем, маған жауап берді. Сіз Аманат партиясына арыз берген жоқсыз, сол себепті сіз Аманат партиясының мүшесі емессіз. Яғни Нұр Отанның бұрынғы мүшелерінің бәрі автоматты түрде партиядан шыққанда Аманатқа қайтадан өтініш беріп кірген болып тұр ма? Мен Аманатқа арыз берген жоқпын. Сол себепті мен бүгінде Байтақ партиясының мүшесімін. Байтақ партиясы міне бүгін тіркелді деген хабар тарап жатыр. Ресми түрде партия ретінде тіркелді. Бірақ осы партия білуімше президент сайлауына дейін тіркелгісі келіп бірнеше өтініш бергені, бірақ тіркемей жатқаны туралы партияның жаңағы басшылығы айтып жүрді, айтып жазып жүрді. Бұдан хабарыңыз бар ма? Неге сайлаудан кейін жылдам тіркей қойды? Сайлауға дейін, президент сайлауына дейін неге тіркелмеді? Бәрімізде мен де түсініп отырмын. Сен де оны түсініп отырсың. Оны сайлауға дейін тіркесе де біз ештемеге үлгере алмайтын едік. Егер осыдан бір жыл бұрын тіркесе, онда қатысуға болар деген менің өзім ойым. Енді онда неге қорықты, неге тіркей бермеді? Сіздер бәрібір үлгермейтін едіңіздер. Мен осыған байланысты айтайын деген, бізде партия тіркеу оңай емес. Себебі бірақ мүшелердің санын азайттық деп партия болсын, ол билікке таласатын партия. Биліктегі отырғандар оны қолдамайды. Бірақ Байтақты биліктің жобасы дегенде пікір бар. Айта берсін ол, бәрібір. Себебі ертең бүгін жобасы шығарым. Ертең менде өсем ғой. Көтерілем, оңым сауымды білгеннен кейін мен де таласам. Сол себептен айта беруге болады партияны. Себебі бүгінгі біздің партияның мүшелері көбісі Қасым-Жомарт Кемелұлын қолдағаннан кейін шығар осы. Мен көріп отырмын, Фейсбукте оқып отырмын, шақырды, дауыс бердіңдер Қасым-Жомарт Кемелұлына деп. Жасыратын ештемесі жоқ, соған байланысты айтып жатқан сөздер шығар деп ойлаймын. Бірақ ертең әрбіреуіміздің міне соның ішіндегі атом станциясы бізге керек пе, керек емес пе? Ертең бұл үлкен әңгіме болады.
оны талқылаудан өткізу керек. Оны жақсы беретін болса, кім жүргізеді, кім жасайды оны? Мен өзім пікірім, Япония ма, Франция ма, солар кетсе екен деймін, менің өзім пікірім. Яғни сіз атом электр станциясын салуды қолдайсыз? Мен осыған байланысты әртүрлі көзқарастарды білуім керек. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе оның сапасы. Одан кейін егер де бізге дәлелдесе, шында да біз мына атом энергетикасыз өмір сүре алмаймыз десе, онда келісім беруге болады. Бірақ кім істейді? Әңгімесі сода. Одан қандай пайда бар Қазақстанға? Әңгімесі сода. Егер де ертең бюджетке көлемді ақша келетін болса, әлгі Қытайға шығаратын болса, тағы да басқа болса, ол адам баласына зияны болмаса, бізге мамандар дайындайса, мен неге келісуге болады? Енді сіз Байтақ партиясының мүшесісіз. Мәжіліске неге сол партияның атынан өте бермейсіз? Мен көп ойлап жасыратын емес жоқ. Жаңа сіз сөзіңізді айтып қалдыңыз, мен Байтақ партиясынан баратын болсам, Байтақ партиясын болсам, онда мен жасырмай айтайын, кім таңдайды? Ана сол партияның мүшелері таңдай ма, әлде жоғары жақтан бір таңдай ма? Мен баяғыда осыған байланысты бір құпия әңгімені айтайын, ол қазір енді бүгінгі құпия емес. Мен бір кездері мәжілістің аппаратының басшысы болдым. Жармахан Тұяқбай мәжілістің төрағасы болды. Екеуміз кезінде бірге Атырау облысында бірге жұмыс жасадық. Сол себептен шығар осының таңдауы маған түскені. Содан кейін бір күні айтты Жармахан Тұяқбайға, сіз Отан партиясын басқарыңыз сайлауда. Оған келісім берген жоқ, біразға дейін. Келісім берген жоқ. Сосын мен қайдан білеймін? Мен өзім ойым басқаша, ол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы өзі шақырып, сонда сенім білдіріп жатса, неге бармасқа деп айттым. Ера, сен көп нәрсені білмейсің қойды. Сосын мен сұрадым, неге білмеймін? Айтшы маған, менде сен сияқты адаммын ғой. Онда айтқан мынадай. Партиядан сайланып келетін болсаң, егер де бір нәрселерге келісімге бермесің, партия өзінің съезінде сізді жұмыстан босату 5 минут. Егер де мені халық сайласа, мажоритарлық, онда ешкім мені жұмыстан алынбайды. Мені қайда жатыр. Демек, сіз әлде де Байтақ партиясына сенбейтін сияқтысыз. Мен сенермін, сенбеспін, бірақ шын айтайын. Ол бір, екіншіден тағы да айтайын. Мен өзім халық сайласа, мен халықтың пікірін айта аламын. Ең әңгіме сода. 29 адам деп отырмыз ғой. Мажоритарлық жүйемен келеді. Міндетті түрде ол әрбір өзінің сайлаушысын сол парламент ішіне кіргізіп, сол жерде қабылдайды. Керек болса тамағын да береді. Бірақ 29 адам не өзгертеді? Өйткені мәжілісте олардан да көп болады. Бір жерге сайлауға келген, депутат болып келген, сайлау арқылы депутат болып келген депутаттар қалай болсын, қаншама біз оны жамандайық, бірақ олар халықтың сенімімен келгендер ғой. Қалай болсын? Бірақ оларды да әкімшіл әмірші жүйемен өткізіп жіберетін шығар, мажоритарлық тәсілмен өтті деп. Ол да болуы мүмкін. Мен ешқандай оны айта алмаймын, болмайды деп айта алмаймын. О да болуы мүмкін. Бірақ та әйтеуір халықтың халық сайлады, өзі осыған дауыс берді деп, олар келеді ғой міндетті түрде. Осы бұл жерде үлкен тактика бар. Мен бір сөйлеймін, екі сөйлеймін, мені қолдаушылар біраздан бастап көбейе бастайды. Соның ішінде партиядан келгендер де қолдайды. Олар да разумный адамдар ғой. Біз тоқайып кетсін деп айтпаймыз ғой. Біз одан себебі оны халық сайлады. Біз айтамыз, үкіметтің жұмысын қарауымыз керек, міндетті түрде. Үкімет не істеп отыр бүгінгінде? Мына қазіргі мына депутаттар айтады, бүгінгі үкіметтің басшысына байланысты айтады, ештеме ешқандай қорытындысы жоқ. Ал мына мажоритарлық жүйемен келген азаматтар, олар айтады, қояды. Мен есіңде болса, енді сен ол кезде жас болдың ғой, ол кезде президентті сыпырып алатын жақсылықты. Жасырмайды. Енді ол 90 жылдардың басында ғой. Біздің кезімізде сондай болды. Мен саған айтайын, қазір ол азамат өмірден кетіп қалды, Исақан Әлімжанов деген. Естерінде болса, Назарбаевқа импичмент жариялау керек деп. Болды ондай. Ода да біздің екінші шақырымда болған әңгіме болса. 92 жылғы парламенттің депутаттары.
Сол себептен бұл жерде мен айтайын дегенім, мына үкіметтің жұмысына баға беру, ол тікелей қазір бүгінгі мәжілістің қолында. Егер де мына 29 адам келген, солардың қасына жиналады, міндетті түрде жиналады, басқа өңірдегі азаматтар жиналады. Аманат партиямен келсін, қай партиямен келсін, міндетті түрде жиналады. Солар басымдық көрсету керек. Біз төңкеріс жасайын деп отырған жоқпыз. Егер келіп жатсақ дегенім ғой. Біз осы бағыт дұрыс па алып жатқан бүгінгі күндегі. Міне бүгінгі күнде міне Екібастұз қаласын айтайық. Иә, Екібастұз қаласы туралы бірінші мен сізге сұрақ қояйыншы. Мен соңғы 2-3 жылдағы сіздің сұхбаттарыңызды қарадым, иә. Сол кезде сіз қазіргі президентті қатты қолдайтыныңыз сезіледі. Ол кісіге сенім артасыз кәдімгідей, иә. Ол кісі тыңдаушы мемлекет, халық үніне құлақ асатын үкімет, мемлекет құрамыз деп жатыр. Дәл осы Екібастұздағы жағдайға байланысты тамыз айында Екібастұздың белсенділері, яғни осы жылу электр орталығының 95%-ның тозығы жеткенін және оны шұғыл түрде жөндеу қажет екенін президентке видео үндеу етіп жариялаған адамдар бар. Ол видеолар жүр, мысалы, кешелі бері YouTube-тан тарап жатыр, иә. Бірақ оған президент те, үкімет те ешкім құлақ асқан жоқ. Міне салдары көріп отыр, тұтас қала жылусыз қалды, қаншама науқастар Павлодарға көшірілді. Тіпті мына радиаторлар жарылып, үйдің ішін су алып жатыр, мысалыға. Бұл біздің тыңдайтын үкімет, халық үніне құлақ асатын президент. Неге сол кезде тамыздағы үндеулерге құлақ аспады? Бұндай қалалар тағы да көбеюі мүмкін. Әлі шығып жатыр. Себебі қазір бүкіл система, мына ТЭЦ системасы ғой, жүйесі бүкіл тозған. 50-ші жылғы осы бүгінгі күнде бәрі өзгерту невозможно. Бәрі осыған байланысты. Бірақ та осыған жылда бюджет ақшасын бөліп тұру керек еді, жылда. Бір күні әрбір участок істеткізу керек еді, міндетті түрде. Енді ТЭЦ істеу өте қиын. Но осыған байланысты мен өзім енді әкім емеспін, ешқандай қатынасым жоқ бұл әкімшілікке. Әртүрлі запастағы тұрған кішкентай мини ТЭЦтерді салдырту керек. На всякий случай деп салдырту керек. Сол кезде біз аман қалдырар едік бұның бәрін. Қазір жағдай өте қиын. Ал бұл басталды, Риддер қаласынан басталды. Қазір мінекей Екібастұз, ертең Жаңаөзен қаласында басталса не болатында? Жезқазғанда да сондай апатты жағдайда тұрып отыр. Бұны кезінде бұған мән берген жоқ. Клебанов, біз осы қазір осыдан кейін президент ойлану керек. Кейбір бастаманы бастады, мына темір жолға байланысты уже бастады президент. Мен оқыдым осыған байланысты. Кейбір стратегиялық объекттерді қайтып мемлекеттің несіне қарауын алу керек. Онсыз болмайды. Себебі Клебанов, мен қазір президент орнында болсам, Клебанов, сен осы 30 жылдың ішінде қанша 401 миллион деді ма? Ақша Forbes құйма. Сен 30 жылда көрмеген елің жоқ. Талай жерді көрдің. Мына ақшаны. Үйтіп айта ала ма? Айту керек. Айту керек, бірақ айта ала ма деген. Қайдан білейін? Мен айтып отырмын ғой. Неге айтпасын? Неге айтпайды? Президент неге айтпайды? Бұл кімнің кінәсі мысалыға? Мүмкін президентке дұрыс жеткізбейтін команданың кінәсі. Тікелей үкіметті. Бұл үкіметтің жұмысы. Онда неге үкімет отставкаға кетпейді? Осыған байланысты депутаттар бұны көтерді ме, көтерген жоққа? Сол өңірден сайланған. Ондай депутаттар бізде жоқ. Оны жақсы өзің білесің. Соған байланысты айтайын деген бұл жерде ең бірінші үкіметтің кінәсі. Үкімет отставкаға кету керек деп санайсыз ба? Кету керек. Бұның ертең кеше әлгі Қостанайда болған жағдайда 100 үй салып берді, соған бәріміз мәз. Солай ма? Бірақ ол үйлердің өзі техникалық стандартқа сай салынбады деп жатыр. Бір жарым ішіне салып берді ғой әйтеуір. Бұл жерде үлкен күрделі мәселе. Үйдегі батареялар жарылып жатыр. Ертең оның бәрі қаражат. Ана бүкіл магистральный проводтың бәрі ертең ол жарылды. Ол 1 миллиард емес, триллион ақша кетеді оған. Осының барлығын біреу жауап беру керек. Президент қазір үлкен бір миссиялармен жүр ғой енді. Мен естім, Францияда, ертең осы Польшада болады деген әңгімені естім. Сол себептен қазір осыған байланысты етпей жатқан шығар. Но ертең келгеннен кейін көрес қандай әңгіме болады деп ойлаймын мен өзімше. Жалпы осындай төтенше жағдайлар жарияланса, бір жерде өрт болса, бір жерде су алып жатса, қай қашанғыдай халық көмекке асығады. Біреу мысалы жылытқыш аппаратын апарып беріп жатыр, жұрт көрпе төсек сатып алып беріп жатыр, мысалы. Ал сіз білесіз ғой, бюджетте төтенше жағдай жарияланған кезде бюджеттен қаржы бөліну керек. Қашанғы халық осы үкіметтің міндетін атқарады, біз үкіметті масыл қылып алып жатқан жоқпыз ба? Мен осыған түбегейлі қарсымын.
халықтан жинау, соңғы ақшаларын беріп жатқандар бар. Қандай қажеттілігі бар? Үкімет деген бай біздің. Ең бірінші мына инвесторден бәрін басын қоссын. Қайда кетті байттың барлығы? Міне, жаңа айтып тұр, официально айтылған нәрсе ғой. Назарбаевта 7-8 миллиард деп официально айтып тұр ғой, ұрланған. Салсын мұнда. Мен осыдан 2 жыл бұрын молдавандық бизнесмендер статьйлердің, әкелі балалы статьйлердің Қазақстанмен соттасып жатқаны туралы материал дайындадым. Сіздің өзіңізден пікір алдым. Сол кезде сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Біздің Қазақстандағы ақпарат құралдарында үнемі ол кезде әділет министрі Марат Бекетаев, қазір Қанат Мусин, Марат Бекетаев қазір премьер-министрдің кеңесшісі, көмекшісінің кеңесшісі. Осы маусым айында, соңғы ақпараттар осы жылдың маусым айында жарияланған әкелі балалы статьялар Қазақстаннан жеңілді. Олар Қазақстанға жаңағы біздің бұғатталған біздің қаржы, мысалы самұрық қазынаның қорындағы шетелге салынған қаржылар ғой деймін, соларды бұғаттаудан босатады, бірақ келесі жылы сомасы белгілі болады, ол жеке қаралады деді. Ал бірақ сіз бір сөзіңізде менімен жеке әңгімелесу кезінде айтып қалдыңыз, Қазақстан жеңген жоқ, жеңілді дедіңіз. Себебі мен айтайын, мен бір кездері әділет министрінің орынбасары болдым. Тікелей нақты жылын айтыңызшы, біз сосын түсінікті болу үшін. 2002-2003 жылдары. Тікелей осы ол кезде басқарма болды, осы басқарманы мен басқардым. Сол кезде осы басқарманы айтып. Басқарма қалай аталып еді? По защите интересов государства деген басқарма. Мемлекет мүддесін қорғайтын басқарма. Мүддесін қорғайтын басқарма. Мен айтайын, біреу осы мына қазіргі адам құқықтарына байланысты мына Эльвира Азимова бірге жұмыс жасадық. Асқар Жакент деген жігіт, ол үкіметте қазір жұмыс жасайды. Басқарма бастығы жас жігіт, профессор, қазір институт государственный строй емес, оны басқарады. Бұны айтып отырған себебім, бұл жерде ең үлкен мәселе, біз мына қоғамда пікір бар. Қазақстан неге осыншама қаражат төлейді, неге ұтылады? Мына заң бойынша конституцияға бұзылды ма, бұзылған жоқ па? Мына қарап отырсаң, істі білесің. Мен баяғыда айтқанмын өзіңе бір, Айзенберг деген менде іс болды. Бізден талап сұрап отырды, 21 миллион доллар талап сұрап отырды. Бізден сұрап отырды. Біз айтамыз, сенің талабың заңсыз. Келіс мінекей 7 миллион долларға. Айзенберг ісі туралы біздің көрермендерге түсінікті болу үшін қысқаша айтып өтіңізші, оны мен білгенмен басқалар. Бұл жердегі ең үлкен мәселе, мынау 90 жылдың басында біздің облыстың әкімдері жиналып бәрі неге барған ғой? Израильға. Сол жерден капельный орошениеге байланысты оборудование алған. Тамшылатып суаратын қондырғылар алып келеді. Содан кейін ол жұмыс жасамаймын енді. Жұмыс жасады. Ол кезде ешкім білген жоқ, жағы оны қайтып жинау керек екен. Сол келесі жыл қайтадан оны орнына қою керек. Ненің шлангтарын бәрін тазарту керек. Одан кейін ол жерге таза су құйылу керек. Біз ол кезде таза суды ішпейміз әлі. Ол кезде оған арнайы оборудование болу керек осыған байланысты. Осының бәрі біреуде болған жоқ бізде. Ал бірақ анау Айзенберг деген еврей соны қайта-қайта бізге көтеріп жүрді. Сосын бір күні мен шақырттым. Келші айналайын. Отырайықшы. Сосын сұрадым, сен не талап етіп отырсың осыған байланысты? Осындай мен кезінде осындай салғамын. Бірақ маған ақшамды берген жоқ ешкім. Үкіметте қол қойылды. Әкімдер бәрі қол қойды осыған байланысты. Ал мен соны берген ақшамды талап етіп отырмын деп. Сосын айттым. Айзенберг сонда инвестор болып келіп отыр ғой. Иә, инвестор болып келіп отыр. Жаңағы қондырғыға ақшаны құйып, сол қондырғыны Атырауға әкеліп отырған адам. Иә. Содан кейін не керек әттір, мен түсіндіріп, бір-екі рет емес, 5-6 рет кездестім. Себебі ана қаржы министрі қарсы. Сосын олар жаңағы президенттің ұшағын тоқтатамыз деді. Мен қорқа бастадым шында да. Израиль тарапы ма? Қазақстанның президентінің ұшағын. Президенттің ұшағын қамауға аламыз десе, қалай мен? Халықаралық жанжал болады. Халықаралық жанжал болады. Осыған байланысты сосын барып, ол кезде мына Қаржауы болды, министрдің орынбасары. Сосын түсіндіріп айттым, айналайын шырағым, ал осындайға дейін бас еттің, сенің басың кетеді ғой, мені қойшы мен. Сіз ол кезде қайда жұмыс істейсіз? Министрдің орынбасарым мен.
басын кетеді ғой сен. Не істеп отырсың? Сөйтіп не керек әйтеуір біз 7 миллион теңге соттаспай 7 миллион долларға келістік. 3 есе түсірдіңіз бағаны. 3 есе түсірдік. Осы сатидің ісі бойынша сөйтіп істеуге болар. Саудаласуға болар еді. Саудаласуға болар еді. Көру керек, қарау керек. Шынымен солай ма? Бұлар көзді жұмды, біз қарсымыз деді. Міне қайда жатыр. Енді сатиді пәле ғой. Бұл бізде бірнеше халықаралық соттар бар. Біреу Стокгольмде, біреу Парижде, біреу Нью-Йоркта. Соның бәріне арыз береді. Біреуінде ұтады, біреуінде ұтылады. Біреуінде басқа талап арыз береді. Ұтылады. Ал бірақ біздің қордағы ақша неде арестеп тұр. Оны босатқан жоқ. Бір жерде ұтса, соны әділет министрлігі жариялап жазады бүкіл Қазақстанға. Міне, мәлімет берсінші. Мен келсем Бекетаев, егерде мәлімет берсем Бекетаев мырза. Міне, осыншама талап арыз бізге берді. Міне, осындай іс қаралды. Осыншама біз қаражат жұмсадық. Ақша осындай түсті. Ондай бір данасы де жоқ. Міне, бәрі жоқ. Значит, мен сол себепті мен сенбеймін бүгінгі. Бұғатталып жатқан қаржының көлеміне жетіп қалды, біздің 10 жылдан бері жұмсап жатқан қаржымыз деп айттыңыз. Біраз ақша кетті. Біраз ақша кетті. Мен білемін. Халық сол қаржының көлемін білуге құқылы, өйткені ол бюджеттен бөлініп отыр. Ешқайдан алынбайды. Ол бюджеттен бөлінбеуі мүмкін. Неге? Мен оны жасырмай айтайын, кейбір мәселелерді біздің қалталы миллиардерге төлеткен кездеріміз болды. Жасырмай айтайын. Ондай да мезгілдер болды. Себебі бюджетте ондай ақша жоқ. Төлейтіндей ақша жоқ. Сөйлегенде мен айтайын, бір рет біз сөйлегенде, мен осы мына кімдерге байланысты сөйледім, мына евразийский группа дейді ғой. Сонда мені кім ұстап алды? Ибрагим Алмаз деген бар ғой, үшінші сол ұстап алды. Яракасып, сіз біз туралы неге сондай жаман сөз айтасыз? Сосын айттым, не болды, менікі өтірік па дедім? Өтірік деді. Қанша деді? 600 миллион, қазір есімде жоқ. 200 миллион ба оперный театрға ақша салған біздерміз. Оперный театрға ақша салған біздер. Біз айта алмаймыз дейді. Неге? Себебі бізге президент айтты, сендер онда сөз шығармаңдар. Қомақты қаржы құйдық дейді. Біз шумыз деді мінеке. Бірақ біз айта алмаймыз оны деді. Мен жасырмайды. Сол сияқты мына кейбір мәселелерде біз бюджетте қаражатқа ақша жоқ қой. Соған байланысты кейбір кездерде сондай тапсырма беріледі. Мына ақшаны қазір мына аударады. Атырау өңірінде жер қойнауын пайдаланатын мекемелер өте көп. Маңғыстау облысында, жалпы Қазақстанның басым бөлігінде бізде жер қойнауын пайдаланатын шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Ол компаниялар өздерінің әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде жаңағы қаржы құяды. Ол қаржыны бүгінге дейін әлі қолданыста, мына облыс әкімдіктерінің жанында қорлар құрылған, сол қорларға аударады екен. Бұны арнайы зерттеп жүрген зерттеу институты бар, соның деректеріне сүйеніп отырмын. Және қорға құйылған қаржы, сіз білесіз, қорды тексеру қиын, мысалға. Сол қордағы қаржы сол өңірдің әлеуметтік мәселесін шешуге жұмсалу керек. Ол аурухана салу, мысалға, жаңағы жол салып бере ма, ауыз сумен қамтамасыз ете ме, мысалы, емхана сала ма. Олай салып жатқан өңірлер бар. Яғни қордың жұмысын тиімді жұмсап жатқан өңірлер жоқ емес, бар. Бірақ дегенмен сол қордағы қаржыны дұрыс пайдаланбай жатқанда өңірлер бар, және оны нақты зерттеп жүрген адамдар бар. Мысалға, Қостанай облысында сондай қорға жұмсалған қаржыны Астанадағы адамдар жүретін немесе веложолдар жұмсауға Астананың туған күнінде сыйлыққа беріп жіберген деген деректерде анықталып жатты. Жоқ, бар ма? Бос бар ғой. Иә. Кім салып берді? Сол қордан Атырау салып берді. Атырау. Жалпы осы әлеуметтік жауапкершілік үшін бөлінетін қаржыны тиімді жұмсау үшін әлгі қорлардың орнына басқа бір механизм ойлап табуға бола ма? Жоқ, бұны міндетті түрде заң қабылдауымыз керек. Әлеуметтік мәселеге бізде Атырау облысында жаңа айтып отырған игілік деген бағдарлама бар. Теңгеші бір жылына 25 миллион доллар ақша бөледі осыған байланысты. Бірақ соңынан американецтер де өздері түсінді. Мына біздің беріп жатқан ақша басқа жаққа кетіп жатыр ғой. Дұрыс емес қой, олар түсінбейді. Неге Астанаға жібереді ақшаны?
Бізді олардың айтуы өте орынды шынымен. Біз беріп отырмыз осы жылой халқына, Атырау халқына беріп отырмыз осы ақша. Неге ол жаққа кетіп жатыр? Осының барлығы. Сол себепті біз осыған байланысты заң қабылдауымыз керек. Заң арқылы ғана шешпесек, біз бұл мәселені шеше алмаймыз. Қазір айтуымыз мүмкін. Неге? Қазір әкімге бас тұрсаңыз, маған тапсырма берді, Астананың туған күні, мұз салып беріңіздер деді. Кешегі әлгі неде болған жағдай, мынау Арыс қаласы. Оған да үкіметтің шешімі шықты. Біз көмектесуіміз керек. Мен сол себептен осы қаражаттың бәрін соған беріп отырмын. Менің өзім қалтама салып жатқан жоқпын деген әңгіме айтуым мүмкін. Осыған байланысты біз заң қабылдауымыз керек. Жағы біз ұлттық қордың заң қабылдамай жатып, мынаны қалай қабылдаймыз? Ұлттық қор миллиардтаған ақша. Біз соны заңда қабылдаған жоқпыз. Сол себептен бұған міндеттерді сен айту өте орынды. Сосын сен бір жақсы үлкен әңгіме қозғадың. Мен осы бүгінгі жиі көтеріп жүрген мәселенің біреуі мынау соглашение о разделе продукции дейді ғой. Осыны көтеруіміз керекпіз. Көтеруіміз керек. Себебі менің зерттеуім бойынша, менің балам енді экономист қой. Сол нетіп көп болса теңге Шевройл салықтың өзінің төлейтін салығының 25%-ын ғана бізге беріп отыр. Ал мына Норвегияда 90%-ын береді. Ұлттық қорда айтып отырсыз ғой. Ұлттық қор 90%-ын береді. Мына неде Әзербайжанда 60%-ын береді. Ал мына бізде біз жұмыс тауып беріп отырғанына, жалақ тауып беріп отырғанымызға әртүрлі жаңағы салықтарын төлеп отырғанын білмейміз. Біз көріп отырған қызығымыз осы. Қазір мына экология партиясына көтеріп отырған мәселеміздің біреуі осы. Мына Париж клуб дейді ғой. Сондағы олардың қойып отырған талабы мұнайлы өлкелерде ертең мұнай біткеннен кейін немен шұғылданады? Міне өзен соның біреуі. Өзен соның біреуі мінекей. Ертең Құлсарда соның біреуі болады. Мұнай бітеді, ештеме жоқ ақы. Ештеме жоқ. Бүгіннен бастап соған жұмыс жасауымыз керек. Сол себепте мен бүгінгі күндегі айтып отырған мәселем, мына келісім шартты өзгерту керек. Қазір олар, соның ішінде мына Құлсары болсын. Мен кезінде мақтаншылықты айтайын енді. Мен мына бір күні мен депутат сауал жасадым. Мына Қарашығанақ бар ғой. Сол жерде салық төлемейді екен. Мемлекетке төлейтін салық жоқ, ұлттық қорға төлейтін ешқандай салық жоқ. Сол не керек, мен үкіметке хат жазып, содан кейін олардан сұрадым, не себепті сен осылар көтерместі. Сол мен 15 шақты депутат алып бардым. Неге Ақсай қаласына алып бардым. Сол жерде әкімге сөз бердім, халыққа сөз бердім. Менің қасымда бұрынғы сол облыстың әкімі Қабиболла Жакупов болды. Сонда Қабиболла айтты, қайда қарап отырсыз Қабиб? Бұлар ештеңе беріп жатқан жоқ бізге. Қанша тұрады дедім осы заводтарыңыз? 12 миллиард завод. Мен 12 миллиард қолдарыңызды беремін де, сіздер көтер. Итерем дедім басқа жақ қайда барса. Содан кейін 10% беретін болды. Соның өзінде 10% алып отырды, бар болғаны. Олар бізге төлеу керек. Ұлттық қорға өте көп ақша төлеу керек. Себебі біз оларды байытып отырмыз, өзіміз ештеме. Мен ойлаймын, осының артында үлкен коррупциялық бір схема бар. Себебі үш жерде солай. Міне Қарашығанақ, бүгінгі күнде мінекей НСОС дейді ғой мінекей. Ода солай, Теңгешевройлда солай мінекей. Бұл өте үлкен айыптау. Қалай енді бірдеме, халық үшін бірдеме істеу керек қой. Неге олай? Онда маған түсіндіріп берсін маған. Ешкім түсіндіріп бермейді. Бәрі құпия. Әңгіме сода. Мен айту керек маған. Не үшін мен айтуым керек? Ол менің құқым білу. Неге олар маған айтпайды оның барлығын? Неге айтпайды маған? Депутат кезінде оның бәрі құпия болды. Қазір қарапайым азаматтың біреуі тағы да құпия. Неге солай? Мен сол себептен осындай мәселелерді біз көтеруіміз керек деп ойлаймын. Сонда ғана бізде бір мұнайдың өзі түсетін салықтың өзі бізге жетеді. Біз алтынды айтпай ақ қояйық. Біз дүние жүзінде 6-шы ма 7-ші алтын қоры бойынша Өзбекстан, Нигерия жақтан бір жақпыз. Уранды айтсаңызшы. Уранды айтсаңызшы. Уранды айтсаңызшы. Сол себептен мен ойлаймын, неге мен айтайын деген бұл жерде қалема үлкен мәселе. Кеше ғана біздің Совет үкіметі бірге болдық. Таллин, Латвия, Литва, Эстония. Олардың жағдайы неге жақсы, бізде неге жаман? Оларда сыбайлас жемқорлықпен күрес жақсы жүреді. Ашықтық Ашықтық принципі жұмыс істейді. Ашық. Керек болса мен күмәнім болса мен айтамын. Онда маған дәлелдесін. Вот или келіп сенікі дұрыс емес деп.
Вот мен сол үшін де сотталайын. Бірақ мен білейін, басқа менен кейін басқалар ашық болғаннан кейін басқалар бәрі біледі. Мен әңгімесі. Ира Қасымұлы бүгін біздің студиямызға келіп, пікіріңізді ашық білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Ал тиектің оқырмандарына біздің арнамызды тұрақты қарап жүріңіздер дегіміз келеді. Сау болыңыздар.